Ассалаумағалейкум. Кітап күнде оқу арнасының тұрақты көрермендері, оқырмандары, бүгінгі оқитын тақырыбымыз парасат, ақыл мінез жарастығы. Парасат жеке тұлғаның қадір қасиетін, кісілік кемелдігін білдіретін жиынтық ұғым. Әдетте бұл сөз тілімізде ақыл, пайым сөздерімен қосарлана қос сөз жасай ақыл, парасат пайым түрінде де айтылады. Соған байланысты терминологиямызда парасат сөзі орыстың разум атауының орнына айналып, жүрегімнен олардың мағыналары барлық уақытта бірдей бір-біріне сәйкес келе бермейді. Парасат сөзі жастардан гөрі көбіне оң солын ажыратып, ақыл тоқтатқан, сақа жастағы және үлкен адамдарға қатысты қолданылады. Сөйтіп, ол жеке тұлғаның интеллектуалдық және мінез-құлық жағынан толысып жетілгендігін, жоғарғы мәдениеттілігін көрсетеді. Француз философы Мабли біздің бойымызға біткен қасиеттердің ішіндегі ең маңыздысы және ең ізгісі парасат дейді. Парасатты адамға істейтін ісін, сөйлейтін сөзін, қабылдайтын шешімін алдымен ақыл таразысынан өткізіп алу, әдеп, инабат, адамгершілік жағынан кінәратсыздық, салиқалық пен мейірімділік, ізгілік пен кең мінезділік тән. Сондықтан парасат даналық ұғымына жақын, көптеген авторлар сол мәнде де қолдана береді. Басқа қандай артықшылығы болғанмен ұшқалық, күйгелік, шалкес мінезді адамдарды парасатты демейді. Сонда парасат ұғымы жеке адамның толысқан кемелдігінің белгісі ретінде үлкен сана мен келісті әдеп, инабаттылығының кең, бай мінезінің жарасты тұтастығын білдіреді. Мынау сан құбылып кейде алай-түлей бұрқ-сарқ қайнап жататын тіршілікте адамның парасат билігінде қалу үшін ақыл мен мінезге қоса үлкен ерік-жігер керек. Сонда ғана адам қанды бұзатын әдеп, инабат шеңберінен шығатын ашу, ызаға, ғапыл сөз әрекетке тізгін бермей, салтанатты, салиқалы қалпын сақтай алады. Даусын шығармашы ертай. Кемеңгер Абай өзінің өлеңдері мен қара сөздерінде бұл мәселеге әлденеше рет қайталап оралды. Ол парасат ұғымын адам болам десеңіз, толық адам, кәміл инсап деген сөздермен белгілейді. Осы аяда өткен заман ғұламаларының нағыз адам, кемел адам туралы пайымдауларын сын көзбен тексере келе, үш-ақ нәрсе адамның қасиеті: ыстық қайрат, нұрлы ақыл, жылы жүрек деген сөзінің әйгілі тұжырымын жасайды. Бірақ Абай осы үш асыл сипаты: ыстық, нұрлы, жылы үш-ақ қасиет, қайрат, ақыл, жүрек тұтасқанда ғана адам толық, нағыз кемел адам болатынын көрсетіп, ақыл, қайрат, жүректі бірдей ұста, сонда толық боласың, елден ерек деді. Мұндағы елден ерек толық болу, парасатты болу дегенді білдіреді. Ол үшін әлгі үш асыл қасиетті бірдей ұстау, яғни олардың үйлесімі, жарастығы керек. Ұлы ақын осы үшеуінің басын қосатын ғылым. Бұл сөзді Абай жалпы дүние туралы білім-білік мағынасында қолданады деп біледі. Ғылым сол үшеуінің басын қоспақ. Адамзаттың рухани даму, ақыл, ой,
тарихына көз жіберсек, қай заманның болса да данагөй ойшыларының адамның асыл аяулы қасиеттеріне тәнті болып, сырына, жаратылысына үңілмегендерді кемде-кем екенін көреміз. Даналардың тұжырымдауынша, ақыл парасаттылық мынандай 10 нәрседен. Біріншіден, адамдарға кішіпейіл һәм нәзік сезімталдықпен қараудан. Екіншіден, өзінің кім екенін біліп, соған орай әрекет жасаудан. Үшіншіден, шақтарға қызмет етіп, олардың тілек армандарын орындаудан. Төртіншіден, өз сырларын достарына білдірмеуді білуден. Бесіншіден, өзіне және басқалардың сырын сақтаудан. Алтыншыдан, шахтардың сарайына сақ болып, адамдарды шырын тілмен баурап ала беруден, білуден. Жетіншіден, тілге ие болып, артық сөйлемеуден. Сегізіншіден, мәжілістерде тыныш, үндемей отырудан, әдеп сақтап, сұрамаған нәрсені айтпаудан және өкіндіретін сөздердің тілге ілігуінен сақтанудан. Тоғызыншы, қатеңді бірден мойындап, кешірім сұраудан. Оныншы, біреудің ісіне араласпаудан, басыңа пайдасы жоқ сөзді сөйлемеуден тұрады. Адамдар парасатты болу үшін сондай-ақ терең ілім-білімі болуы керек. Абай, ғылым сол үшеуінің басын қоспақ. Күннің жер жүзін жайнатып, әлемге мәңгілік өмір сыйлағаны сияқты, ілім де жанды нұрға бөлеп, адамның мерейін өсіреді. Білім адамды надандық, қайырлы таң анашым, қалайсыз? Тұмшалдап қараңғы қапастан жарық кең әлемге алып шығады. Бұл жағынан алғанда, ақыл парасаттың өзі білім, миуа ағашының жемісі іспеттес. Білім парасаттың ішкі нәрі, сыртқы шырай әрі деуге болады. Оның жемісі көптің игілігі, оның жарығы айналасына түседі. Оның әрі қайырымдылық, қамқорлық тамырлары арқылы төңірегіне тарайды. Оның биік те мығым діңі, яғни әулетті тұлғасы көптің сүйеніші. Сол үшін парасат иесін басқалар қатты құрметтеп, ізет тұтады. Білім әрине тек басқаларға үйрету үшін емес, қызығын иесі көрмеген білімнің мәні болмайды. Сондықтан шығар, бұрынғының ақылмандары: адам білім мен дәулетін әуелі өзі пайдаланып, содан кейін басқаларға үйлестіріп беру керек дейді екен. Парасатты адам әрқашан да алды-артын бағамдап алып әрекет жасайды. Қолға алған ісінің ақыры қалай аяқталатынын, сөйлеген сөзінің түбі неге соғатынын ойлап болжап алады. Яғни, тәмсіл сөзде айтылатындай кірер есігін ғана емес, шығар есігін де біліп алып, табалдырықтан содан кейін айтады. Парасатты адам тарих тағылымын, ата-бабалардан қалған өмір сабақтарын, жол жосынды үлгі өнегені зердесіне ұстап, өз көзінің өзгешеліктерін ескере отырып пайдаланады. Ол әрқашан өзінің іс-қимылына сын көзбен қарап, өзім білермендіктен сақтанады. Білімді, парасатты адамға тән ерекше қасиет зиянды нәрсенің өзінен пайдалы сабақ ала білу, яғни пайымшылдық, жасампаздық. Кімде-кім қолға алған игі ісін аяқтап шықпай, орта жолда қалдырып, дәрменсіздікке, жалқаулыққа бой алдырса, дұрыстығы күмәнді немесе жалған сөзді шын деп ұғып, әрі басқаларға солай таратар болса, суайттың өтірігіне сенсе, сұмдардың айтқанына иланып, жазықсыз жандарды ренжітсе, игі міндеттерді арлы, ақылды адамдарға тапсырмаса, ондай адамның парасат биігіне
көтерілмегені немесе парасат тізгінін қолдан шығарып алғаны. Жаза баспайтын, қателеспейтін пенде жоқ. Парасатты кісі жанына қанша ауыр тисе де өз қатесін ерлікпен мойындап, қисын түзеп теріс жолдан қайта біледі. Тек жетесіз, тәрбиесіз адамдар ғана тоң мойындық жасап, өзін өзі тексермейді, өмір бойы қатесіне қате жамап, адасқан үстіне адаса береді. Арудың алдын алмаса, ақыры неге соғары белгілі. Сондықтан да білмегендіктің ешқашанда жамандық жасамайтын ескеріңіздер деп кеңес береді әйгілі педагог, білімпаз Жан Руссо. Тек адасу ғана қатерлі. Адамдар білмегендіктен емес, өзін білімдімін деп ойлағандықтан адасады. Осы ойды орыстың ұлы суреткері Толстой да айтады. Даналық білмеуден қорықпайды, күдіктенуден, еңбектен, зерттеуден қорықпайды, бір ғана нәрседен, білмейтінін білем деуден қорқады дейді. Бұл, яғни аса мол білікке ие бола отырып, болдым, толдым демеу парасаттылықтың басты белгілерінің бірі. Парасаттылыққа кереғар ұғымының бірі ермелік. Өз түйгені, өз пікірі жоқ. Жақсы менен жаманды ажыратпайын адам ерме келеді. Кейде біз ермелік пен ақ көңілдікті, сенімділікті, адалдықты ажырата алмай қаламыз. Соңғы айтылған үш ұғым адам бойындағы асыл қасиеттер санатына қосылса, ермелік әдетте парасыздық, түйсіздік ретінде айыпталып күстәналанады. Өйткені ермелік көбіне көп кісіні түзу жолдан тайдырады. Ғайбат сөзге, жалған мадаққа иланып, жөндем адамның өзі көпке көріну біреуге қиянат қылады. Жолын кеседі, бағын байлайды, немесе лақап сөзге еріп, лайықсыз, жөнсіз әрекет істейді. Лайықсыз жандарға қошемет көрсетіп, арашаға түседі. Сөйтіп, өзі де опық жейді, өзгені де өкіндіреді. Сондықтан өзін анық білмейтін, жыға танымайтын адамды біреу айтты деп мүйіздеу яки дәріптеу, аспанға көтеру, әдетте ұятқа қалдырып, өкінішке соқтырып жататынын ұмытпау керек. Парасатты адам көптің пікірімен, көңіл райымен санаса тұра, данышпан Абай айтқандай, көп айтса көнді, жұрт айтса болды деп, әдепті надан адамның ісін істемейді. Әр нәрсеге өз ақыл тәжірибесі арқылы көзін жеткізіп барып пікір түйеді. Ондай адам өзін өзгелердің орнына қою, өзгені өз орнына қою арқылы таниды. Өзіне лайық көрмегенді басқаға да жөн санамайды. Парасат иесін қателіктен ізін суыту, жасыру арқылы емес, түзету, сабақ ету арқылы құтылу жолын ұстанады. Өткен іске салауатпен қарап, алдағыға сабақ ету парасаттылыққа жатады. Болары болып бояу сіңген жайтты еске түсіре беру өкініш. Күйіншектен басқаны білмеу, көрмеу кісінің бишаралығын ғана танып қоймай, оның психикасы мен денсаулығына да зардапты әсер етеді. Оның тап болған қиындықтан құтылуына зәредей де жәрдемдеспейді. Қайта шарасыздық тұңғиығына батыра береді. Ғалымдардың айтуынша, өкпешіл, ұсақ түйек өкінішті ұмытпай, үнемі ренжіп жүретін адамдар кеселге көбірек душар болады екен. Ашуын ақылына жеңдірген адам дана деп тегін айтылмаған жоқ.
Жақсы адамның ашуы шай орамал кепкенше, жаман адамның ашуы басы жерге жеткенше деп халық кешірімділікті кек сақтамауды дәріптеген. Халық кешірімділікті парасаттылыққа жатқызады, кекшілдік, өштік сияқты мінездерді жақтырмайды. Орынсыз әрі ұдайы қайғы уайымға салынып, ақылап-үхілеп, қабағын қар жауып, түнеріп жүру, сөйтіп үй үшін әріптестерін жақын жуықты ыңғайсыз күйге душар етіп, өзінің пәс көңіл күйін басқаларға жаю парасаттылық түгіл, қалыпты әдетке де жатпайды. Айналасына жағымды әсер етіп, кеңдік таныту кісілік нышаны, рухтың саулығы, салауаттылығы болып табылады. Белгілі американ психологы Альфред Адлердің емделуге келген сырқаттарға, егер күн сайын біреуді қуантуға әрекет жасасаңыз, онда сырқатыңыздан өзіңізді өзіңіз айықтырасыз деуі тегін емес. Жалпы басқаға жақсылық жасау, шарапатын тигізу адамшылық, азаматтық іс десек, жақсылық ұғымына Мұхаммед пайғамбарымыз біреудің көңілін шаттандырып, езуіне күлкі үйрету деген анықтама беріпті. Өйткені жақсылық жасауды, қайырымдылықты мақсат тұтқан кісі үнемі өз басы туралы ойлаудан, қам қайғыдан, бейберекет сезімдерден құтылады. Ұлағат сөздер. Ей, перзентім, тамақтан аш қалсаң да ақыл парасатқа тоқ бол. Адамдарға дөрекілік жасама, ойпыл-тойпыл сөйлеуден сақтанып, тіліңді тыйып ұста. Сонда ғана сен әр қилы қырсықтардан аулақ боласың. Адамдар бойында жоқ және болып та көрмеген қасиеттерді сен бар деп мақтаса, ондай мақтауға сеніп мардымсыма. Ей, перзентім, шынайы ілімге ынтық бол. Өз айтқаныңнан қайтпайтын бір мойын болмай, өзгелердің де айтқанына мән беріп құлақ сал. Ей, перзентім, сырын біліп алмай тұрып, бір көрген кісіге көңіліңді жайып салма. Өз қадір қасиетін білмейтін кісілерден жақсылық күтпе. Күн шыққанша ұйықтап жатып алма. Орынсыз күле берме. Әйелі жаман кісілермен сұхбаттас болма. Жасы үлкен және егде кісілерден алдына түсіп жүрме. Сөйлесіп отырғандардың сөзіне орта жолдан килігіп бөлме. Қонақтың алдында бәз біреуге кіжініп ренішіңді айтпа. Басыңды салбыратып отырма. Кабуцнамадан. Ашу дұшпан, ақыл дос, ақылыңа ақыл қос. Мақал. Білім алу жолындағы табандылықтан артық іс жоқ. Себебі ілім кісіні ізет пен абыройға жеткізетін құрал болып табылады. Нури. Парасат біздің жарық күніміз екенін түсіну қажет. Адам миынан керемет ештеңе жоқ. Ойлану барысынан артық ғажап іс жоқ. Ғылыми зерттеулердің нәтижелерінен гөрі қымбат ештеңе жоқ. Максим Горький. Ешқандай бедел парасатқа үстемдік етуге тиіс емес. Керісінше, парасат беделге үстемдік жүргізіп, оны басқарып отыруға тиіс. Рамус дейді. Рамус. Құрметті оқырмандар, сапалы сөз парақшасының сапалы тұрақты оқырмандары, күнде кітап оқу арнасының көрермендері, бүгінге осымен тамам. Молодец. Күнде кітап оқыңыздар, өсіңіздер, өніңіздер, миларыңызды дамытыңыздар. Тек алға. Осы тақырып сіздерге пайдалы болса, өз ойларыңызды, пікірлеріңізді комментарияға жаза кетіңіздер.
Бүгін микрофонсыз оқыдық. Микрофонымыздың зарядкасы отырып қапты. Келесі Алла қаласа ертең күні микрофонмен әдемі қылып сіздерге оқып беруге тырысамыз. Ал келесі күн тақырыбын айта кетейін сіздерге. Көрген дінің қылығы көңіл марқайтады. Өте әдемі тақырып. Ал келесі кездескенше күн жақсы. Сау болыңыздар. Сапалы сөз, саналы ұрпақ.